Баршаңызға қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге күздік алмадан өте дәмді қысты күні шөліңізді басатын компот дайындайтын боламыз. Ет асқан кезде артынан ішсеңіздер өте дәмді болады. Ең алдымен бізге осындай күздік алмалар керек болады. Және де осындай алқоры. Кейбір жерлерде қара өрік деп те аталынады. Енді әркім әртүрлі атайды. Және осындай апельсин, мандарин да қажет болады. Енді мандарин қосу міндетті емес, өзіңіздің қалауыңыз. Дәмі бұзылып кетеді деп қорықпаңыз, ешқандай дәмі бұзылмайды. Алманы 4 бөлікке бөлдім. Егер кішкентай болса, 2-ақ бөлікке бөлуге болады. Керек емес, ортасындағы жерлерді алып тастайсыздар. Алманы дәл осы видеодағыдай 4 бөлікке бөліп аламыз. Суымызды алдын ала қайнатамыз және банкаларымызды міндетті түрде крышкасымен бірге булайтын боламыз. Ал енді біз компотты жинақтаймыз. Буланған банкілерге алмаларымызды кезек-кезек салып шығамыз. Негізі бұл жерде айтатын шығарсыздар, жемісі көп, суы аз деп. Бірақ менің отбасым жемісін жегенді жақсы көреді компоттың. Әсіресе жолдасым қатты ұнатады. Сол себепті мен молынан қосамын. Сіздер енді жемісін аздау қылып, суын көптеу қылып жапсаңыздар болады. Алмадан кейін әр 2 литрлік банкіге 3 алқорыдан салып шығам. Кішкентайларына біреуден салып шығамын. Содан соң 2 тілім апельсин, 1 тілім мандариннан да қосып шығатын боламын. Бұл жерде апельсин, мандарин қоспасаңыздар да болады қыздар, әркімнің енді өзінің қалауы. 2 литрлік банкіге 200-250 грамм қант қосамыз. Мен осындай бокалмен өлшеп қостым. Содан соң оның үстіне міндетті түрде суымызды қайнатып құятын боламыз. Үстіне қайнаған суды құясыздар. Құйғаннан кейін бірден крышкасын жауып қоясыздар. Негізі кейбір рецептерде төгеді 1 рет. Бірақ оның өзі де өздеріңіздің қалауларыңыз. Жай ғана қайнаған суды құйып жапсаңыздар да еш нәрсе қылмайды. Крышкамен жақсылап тұрып аузын бекітіп жабасыздар. Содан соң біздің қант салғаннан кейін түбінде қантымыз толық еру үшін банкіні 1-2 рет осы видеодағыдай қозғап қойыңыздар. Банкіні төңкеріп, одан кейін оның үстін жылы одеялмен орап қойсаңыздар болады қыздар. Сол одеялдың ішінде суығанша банкіні ұстайсыздар. Осымен біздің компотымыз дайын. Бір күн өткеннен кейінгі ертесіндегі компоттың түсі осындай болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.